Достар, қайырлы күн, арнамға қош келдіңіздер. Менің есімім Асел. Бүгінгі видеода осындай 40 қабатты қызанақтың шырынында жабатын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Менің алдағы қызықты видеоларымды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ең алдымен қызанақты өстіп бөлшектерге бөліп алдым. Және де ет турағыштан өткізіп алдым. Ет турағыштан өткеннен кейін қызанақты отқа қойып, қызанақты 20 минуттай қайнатуға қойып қойдым. Қызанақ қайнап боламын дегенше мен осындай 5-6 бас 40 қабатты алып, жуып, шайып, тазалап, осындай сабағымен бірге бөлшектерге бөліп шықтым. Банкаға салу үшін, ыңғайлы болу үшін. 40 қабатты өздеріңіздің қалауларыңызға қарай банкаға көп қып тығыздап та салуға болады, бірақ ол кезде согын құю қиындау болады. Және де 40 қабатта банкаға азырақ қып та салуға болады, сол кезде согы оңай құйылады. Енді ол өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Бірақ қызанақ шырынында капуста, яғни 40 қабат өте дәмді болып шығады. Қыстың күні сондай тәбетіңді ашады. Және 40 қабатта 40-ға жуық пайдалы витаминдер бар деп есептелінеді. Сіздерге 40 қабаттың өте майда пішіндегі көлемдерін таңдап алыңыздар деп кеңес етемін. Өйткені майда көлемдегі 40 қабаттарды өстіп өзегімен бірге турап банкаға салған кезде әдемі көрінеді, және банкаға салу өте оңай болып шығады. Қызанақ шырынының қабығын және дәнін сеткадан өткізіп тазалап алсаңыздар да болады. Егер өткізіп тазалап алсаңыздар сұйығырақ болады, және банкаға құйғанға өте ыңғайлы болады. Мен бірақ олай етпедім. Банкаға қосатын дәмдеуіштер ретінде мен свежий укропты және хренді қайнап тұрған ыстық суға бір салып алдым. Және де тәтті болғар бұрышын өстіп бөлшектерге бөліп турап алдым. Чеснок, лавр жапырағын, әші бұрышты үст дайындап алдым. Енді 2 литрлік банкаға 2-3 дана ғана лавр жапырағын қосамыз. Және де 1 данадай болатын тәтті бұрышты, сосын 3-4 тіс чеснокты саламыз. Және де осындай кептірілген немесе осындай балғын укропты 1 уыс болатындай бүктеп саласыздар. Және хреннің кішілеу ғана 1 жапырағын саласыздар. Ащы балғар бұрышын өстіп өте ашты болмас үшін кішкене ғана бөлікке бөліп турап салсаңыздар да болады, немесе кеспей бүтін күйінде өстіп салсаңыздар да болады. Капустаны сіздер басқа 4 бұрышты формада да турап салсаңыздар болады. Бірақ осы күйде осындай формада турап салатын болсаңыздар, банкадан алу өте ыңғайлы көрінеді, және тарелкаға салғанда өзі бір әдемі бір пішінде болып шығады. Барлық банкаға өстіп 40 қабатты төсеп салып шығамын. Өте нығыздап қатты баспайсыздар, себебі арасынан шырын өтпей қалуы мүмкін. Барлық банкаға өстіп 40 қабатты толтырып салып болғаннан кейін зарарсызданған темір қақпағымызды дайындап алдық. Енді қайнап тұрған ыстық суды құйып, темір қақпақпен жауып 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минут өткеннен кейін суды төгіп шығамыз. Және де мен бір кесеге осындай ірі қара бұрыштың жеке салып, үстіне қайнаған су құйдым. Және шетіне сүзіп алып, бір шай қасықтан банкаларға салып шықтым. Енді банканың бетіне бір шай қасық
сірке қышқылын, яғни уксусты қосамыз. Ол уксус қандай пайыздағы болғаны маңызды емес. Және 2 литрлік банкаға 1 шай қасық сірке суын және 2 дана аспирин, 2 ас қасық тұзды саламын. Сіздер 1 ас қасық шекер салсаңыздар, сіздердің қырыққабаттарыңыз маринованный болады. Егер тұздалғанын қаласаңыздар, шекер салмаймыз. Барлығын болғаннан кейін үстіне қызанақ шырынын құямыз. Шырынды толық құйып болғаннан кейін төбесін темір қақпақпен жауып, арнайы автоматпен бұраймыз. Жақсылап банкалардың аузын бұрап алғаннан кейін қақпағының дұрыс жабылғандығын тексеру үшін банкаларды ары-бері аударып, домалатып, аузынан су тамған тамбағандығын тексереміз. Егер су тамбаған болса, демек бәрі дұрыс жабылғандығы. Енді осы банкаларды көрпешеге орап, өз ыстығымен суығанын күтеміз. Оған 1-2 күн уақыт аралығы өтеді. Болғаннан кейін банкаларды салқын жерге шығарып қоямыз. Достар, менің видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Видеом ұнаса бөлісіңіздер, каналға тіркеліңіздер. Және де түсінбеген сұрақтарыңызды өстіп комментарий бөлімінде жазыңыздар. Сіздермен болған Айсел. Арнамда келесі кездескенше сау болыңыздар.